Қазақтың бірінің біріне қас күнен болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынының, рас сөзі аз болатұғынының, қызметке таласқыш болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебіне, Хәмма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған, әрбір жалқау кісі қорқақ қайратсыз тартады, әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның барлығы төрт аяқты малды көбейтемнен басқа ешбір ойдың жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген, малым көп болса, өзімдікі де, балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өзі етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, тартып алмақ, ептеп алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізден қас сағындық. Әрберден соң сыртымызға шықты, дауластық, жауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болса екен деп, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болса екен деп, қызметке, болыстыққа, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді. Егін, сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия құрғандардың бүгін біреуіне, екінші күні кезекпен біреуіне сатады да жүреді. Ұрлар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жар болған соң, кім антышы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың барлығының үстінен бекер өтірік шапты талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп, арыз береді. Оған дознание тергеуші қарады. Өтірік көрмегенді көрдім деуші куәларда әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, сотты адам болып, тергеулі адам болып, ешбір қызметке жарамай, басынан қатерге түсіп өткені. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық ба деп елдің бұлданғандығыменен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді.
Үшінші жылы сайлау жақындағанда тағы да болыс болып қалуға мүмкін болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келгені. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадарлы орысша образование алған кісі болсын. Егер орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән, военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да бір пайдалыс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азайар еді, бәлки жоғалар еді. Және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген қазақ ішінде әрбір сайланған адамның қолынан келе бермейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Құлтөбенің басында күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Һәм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, сұрау саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген кісілер айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса жұп билер таласып, дау тудыра береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден 3-ақ кісі жыл кесілмей билікке сайланса, олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе, және ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, біреуін үстіне посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оғанда ынтымақтаса алмаса, бағанағы 3 бидің біреуін таңдап алып, яки жеребемен таңдап алып жүгінсе, дау ұзамай бітім болар еді.